Ертеде алдар көсе базарға барып қой және қоржынына толтырып базарлық сатып алып, есегіне тиеп ауылына қайтқан екен. Жолда оны ұры тонап кетіпті. Қойы жоқ, қоржын тиелген есегі жоқ. Алдар көсе қатты налып, ауыл шетіндегі құдыққа келіп, мұңын шағып, айқайлаған көрінеді. Сонда оны көрген ұры қасына келіп, құдыққа не қарап тұрсың депті. Ұрыны байқаған алдар, құдыққа мойныма байлап жүрген гауһар тасым түсіп кетіп, ала алмай тұрмын депті. Гауһар тасты естіген алып берем деп құдыққа түсіпті. Гауһар тас жоқ, су мұздай, шығайын десе шыға алмай тұрса, алдар көсе, менің заттарымды қайда тығып қойдың, айт, сосын шығарамын депті. Ұры айтып, алдар көсе өз заттарын алып болып, құдық басына ауыл адамдарын шақырып, ұрыны ұстап беріпті.